Бәрінің көкейінде осындай сұрақ бар. Алмазды қалай оңай және қалай тез табуға болады? Оның жауабы достар осы видеода болады. Ал достар, ендеше достар, кеттік. Біріншісі достар, сіздер алмазды оңай табудың жолдары 867 блоктарда таба аласыздар. Алмазды жерге тікелей қазып оңай тауып аламын деген болсаңыздар, сіздер қателесесіздер. Себебі достар, алмазды жерге тікелей қазсаңыздар, достар, сіздің алдарыңыздан лава шығу мүмкіндігі өте көп. Алмазды оңай табу үшін ең біріншіден сіздерге көп кирка керек. Сізге достар, сіздер алмазды ешқашан тас киркамен, ондай басқа ағаш киркамен, золотой киркамен сындыра алмайсыз. Золотой киркамен достар вообще сындырмаңыз. Себебі золотой кирка ол любой руданы да сындыра алмайды достар. Ал етін достар сіздерге алмазды алу үшін достар, сіздерге алмаз тауып алсаңыз, оны добывать еткіңіз келсе, онда сізге железный кирка керек болады. Себебі железный кирка ол кәдімгі сындырады достар. Бірақ достар, сіздер өте көп қылып алғыңыз келсе, мысалы бір блок руда алмаз, ол дейтін әрине сізге қанша болады? 3-4 алмаз қылып алғыңыз келсе, оны бірден үшін достар сіздерге удачаны үшінші қылып зачаровать етіп алсаңыз болады. Сіздер удачаны үшінші қылып зачаровать етіп алсаңыз, сіздерге достар алмаздың барлық руда почти көп қылып алынады. Мысалы, бір руданың алсаңыз, сізде 3-4 алмаз түседі. Ол өте керемет, сондай қылып алуыңызға болады. Ал алмазды қай жерден, қандай көп жерлерден тауып алғыңыз келсе, сіздер лава көп жерге барсаңыздар болады. Себебі лава көп жерлерде көптеген алмаздар өте көп болады, себебі лава жақтар алмаздар көп болады. Ал золото тапқыларыңыз келіп тұрса, золотоны достар сіздер су көп жерлерде табасыздар. Ол дейтін кәдімгідей реальный зат, ол дейтін кәдімгідей сіздер оңай тауып алуыңызға болады. Алмазды табу дейтін өте қиынды емес, оны дейтін тауып алуға болады достар. Сіздер жаңа лава көп жерлерге және манағы айтқан блоктың төменде тапсаңыздар болады. Сіздер жерге тікелей қаза беруіңізге болмайды достар. Сіздер тек шахтаға кіріп, және шахтадан бірден таба алмайсыз. Шахтаның почти көп астыға жүре берсеңіз бір табасыз, және лава көп жақтарда табасыз. Сосын алмазды любой жақта пайдалана бермеңіз. Алмазды мысалы неге кирка, топор, қылыш жасаңыз. Сол үшін достар, сіздерге мысалы алмазный кирка жасап, оны удача 3 қылсаңыздар, сіздерге вообще жақсы болады. Себебі достар, сіздерде ол удача дегенде сіздерге көп береді достар. Заттарыңызды мысалы бір çalсаңыз, сөйтіп көп береді. Және де мысалы сіздер шөп жер қалай ататын еді, сол затты сіздер қысқасы қойып кеттік. Қысқасы сіздер түсіндіңіздер деген ойдамын достар. Алмазды осылаймен табасыздар, және алмазды табу өте оңай да емес, қиын да емес, орташа оны табу дейтін. Келесі бөлімде достар бізде назирит деген заттарды өте қиын табады. Ол назирит деген затты қалай тез табуға болады деген видео шығарамыз. Оны шығару үшін достар, сіздер 15 лайк жинап кетіңіздер, сонда мен шығарамын достар. Айнше амандықта жүздескенше сау болыңыздар.